Үйдің кіре берісінен шыққан шаң-шұң алғашқыда бәсең естілгенімен бірте-бірте ұлғайып, көршілерді елең еткізгенді. Қаладағы биттің қабағындай қабырғалардан сыбырласқан дыбыстың өзі емін еркін өткенде, кеңірдек жыртысқанның текке қалмайтыны белгілі ғой. Мына ұрыстың әр қуысты тіміскілеп, әр құлақты аңдығандай жетіскеніне ешкімде таң қалмас. Әсіресе шаң-шаң еткен әйел дауысы маңайды тітіркендіріп қоя берген. Кет дегенде ит те кетеді. Жоғал, көзіме көрінбей. Сен мені әуелі тыңдап алшы. Ендігі қалғаны менің әуелеулейімді тыңдау еді. Еркексің бе, қолыңнан келгеніңді істе, мойныңмен көтер басқасын. Басқаның бауырын адақтаған екенсің, алда сонымен жарлы ағыңнан. Менің айтатыным осы ғана. Ал енді қайыр қош, айналайын-ау. Ентік басарыңды айнал. Менде шаруаң болмасын. Сүмеңдеп соңынан қалмайтын қандай сорлысың. Сен тесік тапсаң, менде құралақан қалмаспын. Ыржисам, итін қағып, әлі талайы босағама телмірер. Соны істемесем, әйел атым құрсын. Ашуыңды басшы, бір қателік өткенін мойындаймын. Қателік дейді ғой мынау. Қайдағы қателік? Сенің қызық көргенің мінеки қателік пе? Сенің қызық көргің келді ғой. Көр, ендеше сол қызықты. Мен де тап бүгін қалағанымды кеудемде ойнатамын. Сендей сүмелекке сол тауа. Аяғыңа жығылайын. Әй, сен жігітпісің өзің? Әлде тепсінгеннің табанында жата беретін тулақпысың? Батырсаңшы қараңды, бар енді, көзге шыққан сүйелдей болмай. Барып нақсүйеріңді қуант, басым бос, балағым желең деп. Айдай сұлуың айқармасын қаусармаған шығар әлі. Тосып отырған болар, екі көзі төрт күйінде. Жет енді, жет те желігіңді еркін бас, маған алаңдамай. Сен үшін мен өлген адаммын. Мен үшін сен өлген адамсың. Түсіндің бе? Сен өліп қалғансың мен үшін. Артынша әлдене тарс-тұрс етті. Құдды біреуді біреу біресе есікке, біресе қабырғаға соғып жатқандай. Әйелім шошына маған қарады. Мен сыртқа атылдым. Табалдырықтан әрі асқанымда өз көзіме өзім сене алмадым. Кейінде ғана көрші пәтерді жалға алып қоныстанған жастар арпылдасып жатыр. Арпылдасқанда келіншек қолға іліккенді сыртқа қарай лақтырып, жігіт оның лақтырғандарын қағып алып, ішке қайта тықпалауға жанталасып әлек. Бұл әрекет қалқайған мені көргенде де толастамады. Мен тұрмақ саңлаудан бастарын қылтитқан басқа көршілердің сұрақтарына да басылмады. Тосын көздерден жігіт қана сәл именіс жасап ұялғандай босаға жаққа ағысқан. Бірақ келіншек оның кеудесінен итере ішке өткізбеуге барын салып бақты. Ақырында ерін тысқа шығарып жіберіп барып, жан жай тапқандай пәтеріне кіріп, есікті тарс жауып алды. Көршілер түкке түсіне алар емеспіз. Бір қарағанда бақытты қосақ сияқты еді. Тіпті әй-шәй дескендерін тап бүгінге шейін ешкімді естімегені аян. Сонда араларынан қандай мысық жүгіріп өткен. Әлде сайтан араласқан қандай шаруа, ықты жарға қалықтастырған екеуін екі жаққа тартқан қандай күш. Біз ештеңенің парқына жетпестен баспаналарымызға қайтадан бас сұғысқан едік. Бәрі қалыпты жағдай сияқты көрінген. Жастар ғой деп мына оқиғаға жүрдім бардым қарағанмын. Жас болғаннан кейін бүгін керіседі, ертең татуласады деп ойлағанмын. Тіршілік заңдылығы еш уақытта өзгермегені және жадымда. Әуелгіде өліп өшіп қосылғандардың арасында кейінге ондайлардың көрініс беретінін құлағдар жүргеніміз талассыз. Бағзыда солайды. Қазір де бұл оқиғаның шеті бұзылмағаны, қаны тамған шындық. Оның үстіне жетімсіздік қыспаққа алған уақыт беделінде жат отбасыларға обалақ. Бас бар жоқтың арасында тыпыршыған байғұстар, басқа тартсаң аяққа, аяққа тартсаң басқа жетпегенді қалай жалғастыруды білмей, күн астына күннің шылғауына шылмыра түскен. Мына оқиғаны сондайлардың қатарына жатқызғанмын. Күндізгі көргенімді есімнен шығарып, үйге енген соң үйреншікті күйбеңіме кірісіп кеткенмін.
Алайда ертеңіне бәрін қайтадан сараптауға есігіміз жапсарлас Ұлбике ханымның ойда жоқта ұшырасып себепкер болғаны даусыз. Ол азық-түлік дүкенінде кездесті. Себетін көтеріп, есеп айырсар тұста тұр екен. Мені көргенде ерін ұшынан амандасып, соңынан сыртта күте тұруымды өтінді. Күттім, келді. Үй жаққа қайтамысың? Деп сұрады. Сонсын әлденеге ишарат жасағандай. Әлбетте, жұмыстан қайтқан еркектің ендігі тұрағы бәйбішесінің ығы ғой, деп әзілдеген болдым. Ұлбике апамыз басын кекете, қабағын кере, көзін сәл сығырайтқан қалпы мен жаққа қарады да мырс етті. Інішек, сен әйелге жағынудың қыр-сырын әбден меңгергенге ұқсайсың. Содан әрі де күліп жіберді. Меңгер, одан жаман болған еркекті өз басым көрген емеспін. Ұлбике жұмбақ әйел, жайшылықта ешкіммен араласқанын байқаған емеспін. Соған қарап, ағайын туысқаннан жұрдай жан шығар деп түйгенмін. Қаланың кәнігі жасамысы сияқты. Жақсы киінеді, өзін ғана күтеді. Опа-далап жақпай жүргенін әсте байқамаппын. Сондықтан да шығар, күн қақтыға мүлдем келмейді. Аршыған жұмыртқадай беті жылтырап, қабағы қарындаштың сызғанына бағыныштылығын жазбайды. Кербездігі және басым, анау-мынауды көзге ілмей өте шығары көп. Көршілермен амандасқаны да қызық. Жұп-жұқа еріндері оймақтанып барып басыла қалады. Мұндайда арғы жақтан төгілер дыбысты құлағың шалмайтын аян. Оның жасамыстығын айғақтайтын ерекшеліктері әжімдер. Содан кейін байсал тартқан қимыл қозғалыстары. Тым тереңдей із қалдырмаса да, көз астын самайларын шиырлап, тіпті бетке шығып алған жолақтар, артта қалған жылдардың табан сездірсе, тым сылбыр қимылдарына шау тартқандардың нобайы мен мұңайланады. Өйткені мен сәлі күнге мүсін айшықтарын жоғалтпаған. Сыртынан көз тастағаныңда танымайтын болсаң, қырықтың қырқасындағы қыжымыр келіншекке ұқсатуың әбден мүмкін. Шырағым, уақытың болса сәл тізе бүксек қайтеді, деп өтінді ол, үй алдындағы ұзын орындықтардың бірінің жанына жеткенімізде. Құлдық, дедім мен, елп етіп. Ұлбике қолындағы себетін жерге қойып, артынан маған қарай жүзін бір жолата бұрды. Інішек, көрші жастардың кешегі шаң-шұңынан не хабарың бар? Шөпілдемеде не айта қояйын? Иығымды қиқаң еткізген едім, апайымыз сәл тыжырынып қалды. Біз адамдар кейінгі кезде өзімшіл болып барамыз ау тегі. Тіпті айналамызға алаңдаудан қалып қойғанымызды мойындауымыз керек. Солай ма? Мүмкін, міңгіреттім. Апамыз және жаратпады. Бірақ онысын сездірмеуге тырысып, сөз желсін әр жалғады. Мүмкін дейсің, мүмкін деген тұспалдың шексіздігіне мән бермегендіктен солай айтасың әрине. Ал шын туайтында мүлдем басқа тұсқа сілтеме жасайды. Қоғамына сай адамдар қалыптасқанын айдай әлемге жар сала баяндап тұр. Бірақ оны естір құлақ, көрер көз табылмағаны қиынақ. Ол әлденеге кейістік танытқандай қайта тыжырынды. Ең бастысы, адам мен адам бүгінде бірімен бірі адамша сөйлесуден қалып қойған. Соның нәтижесі шығар, қазір біреуге ішіңді ақтарудан жасқанасың. Мазақтап кекететіні анық. Тіпті жасырыныңды жаңалық ашқандай жаһанға жария ете салуы да ғажап емес. Мұның бәрі түсіністік деген қағиданың аяқ асты қалуында деп пайымдаймын. Бұл сырқаттыққа ұшыранатын ең басты салдар. Ендеше адам сырқат. Ішке жиналған салмақ сыртқа шықпастан әлде қайсын жегі құрттай кеміріп барады. Қоғам сырқат, аурулар жиынтығы оның есеңгіретіп тастайтыны хақ. Міне, біз осындай қорытпақ үстінде өмір сүріп жатқанымызды бір мезгіл түсінуге тиіспіз інішегім. Ұлбике апамыз пәлсапа ұршығын осылай ширатып барып, менің мақұлдамағаныма мән берместен өзінің әубастан көздеген соқпағына оралды. Көңіліңе келмесін, дүниеде еркектен өткен әлсіз жаратылыс иесі жоқ. Ол әйелсіз жартымды өмір сүре алмайды.
еркектің қоқиғаны бойы ғана. Сол бойына лайық өзіндік қаһары мен ызбары, қайраты мен қайырмасы қалыптасқан. Бірақ мұның барлығы әйел алдында қақырап түсер су шайған қабырға ғана. Сондықтан әйелге астамшылық көрсетуге асықпағандарың орынды. Көрші әйел осылай бір қайырып барып күрсініп қойды. Мұны саған не үшін айтып отырмын? Сендердің құндарыңды түсіріп, төмен етектілерді асқақтату үшін десең қателесесің шырағым. Жетесіздерге сөз арнасаң, желге ұшқан тозаңмен тең. Керісінше, шетелге айтқаның жеріне жетіп, тынарына кәміл иланған халықпыз. Ендеше иланғанның иін қандыра бергеніміз абзал шығар. Ұлбике сәл тыныстап барып ойын сабақтады. Еркек сондай болғанда, әйел қандай? Байы барды айтпаймын, қызылы барда қызықтан алыстаған жесірді меңзеп отырмын. Менімше жесір дегенің желді күн теңіз бетінде қалған ескексіз қайыққа ұқсайды. Оның теңдігі тағдыры толқын қақпағына тәуелді. Ол үйіріп әкеліп жартасқа соға ма, жоқ әлде жағаға шығарып тастай ма, бір Құдайға ғана аян дүние. Мұны саған не үшін қазбалай бердім? Бәріне кешегі оқиға себепкер. Одан мен өзімнің өткен шағымды, сол арқылы өзімді көрдім. Ол менің іште қара қотырланып жатқан жарамның аузын тырнап кетті. Көршім осыны айтқанға бұрынғы менмендігін жоғалтып, бір сәтке жылай және күле алатын етпен сүйектен жаратылған пенделік бейнеге кіріккенін өзі де аңдамай қалды. Көзі жасаурай, тізесіне қойған қолдарын діріл жайлай, бір уық тосылғаны да осы шамада. Таң тамаша қалып отырмын. Есігіміз жапсарлас көрші туралы бұрынғы ойым мен қазіргі ойымның арасы жер мен көктей. Бұрындары өзін ғана бар деп сезініп, өзгені көзге ілмейтін жан сияқты көрінетін Ұлбике апайымыз бүгін сырласымдай жақын, сыр мінезділігімен өзіне тартып барады. Жылқы кісінескенше, адам сөйлескенше деген осау. Басың ауыртпай, бәрін басынан бастайыншы деген оның дауысы жас аңқы шықты. Кезінде менде байы бар, бақ берекесі басына қонған келіншек едім. Керімсал тірліктің келісті уақытын өткерген сол заман кетті ғой, көзден бұлбұл ұшып. Бәріне кінәлі өзіммін, өлер жерімді білмей, өндіршектегім келіп. Өкпекте өкініш қана жатарын ұғынбай, не таптым, бармақ тістегеннен басқа түк таппадым. Тек өлімші тағдырдың өзегін қарманумен күн кештім. Қалған өмірімде бәрін қобырсытып кеткен кеше оқиға, ана келіншектің әрекеті менің жастығымның жан азабын жаңғыртып жібергендей. Адам болған соң әрқайсымызда өзіндік кеуде болатыны ақиқат жағдай. Оның тәкаппарлығына шыңын қар шалған тау аласа алмас. Мен де жасымда кеуделедім. Бір жігітті қызықтыра алатын көрік тұрғанда, көз тарттырар сымбат барын сезінгенде, көңіл тіпті аспандап бір мезет жерге түсуді ойламайтын. Сөйтіп жүргенде Жампейіс жолықты. Ол да жігітім-ақ. Бой десең бой, ой десең ой, көрік десең көрік бар. Сырбаздығына тірі жан тең келмейді. Ақыры жұбымыз жарасты. Үйленіп тыңдық. Ғажабының өзі сонда, менің бедеу екендігімді білгенде де Жампейіс мыңқ етпеді-ау, мыңқ етпеді. Тағдырыма ризамын, баланы асырап аламыз, деді де ықыласына сыза түсірмей, өзін де мені де мейірге кенелтіп, алғы шаққа аттап жүре бердік. Бірақ уақыт деген жарықтық өз ықтиярын мойындатып тынады екен. Темірекеш темірдің де тотығып, ақыр соңында іріп-шіріп бітетіні секілді, адамның ойының, талғам түсінігінің жылдармен астасқанда тонын айналдыруды шынайылықты жалғандыққа ұластыратынына көзім жетті. Бүгінде зер салсам, жер басқан адам жалған ақиқаттан өзін өзі қашық ұстауға құмар, өмір жалған тәттіге алдаусыратып жүріп, жетеңе жетуі қиын-ақ. Жетеңді қиғанда сол емес пе,
жарықтықты сезіну мен қараңғылықты сіңіру аралығын көзді ашып жұмғанша еткенімен қоймай, алды-артыңды жинақтауға мұршаңды келтірмей, мәңгілікке тұраққа ала жөнелуге бейім. Сонда мына дүниеге келгенің, кеткенің құны қара бақырға татиды емес пе? Біз де жалған тәттілігіне алданып біз, соған